Сен неге басыңды жалбыратып, кемпір болдың ғой, шашың ақ, неге орамал тақпайсың деп, сондай жиі жазады да комментарийлер. Кейбір әсіре діншіл адамдар, ұлт дәстүрін ұстайтын адамдар. Шынына келетін болса, өзім де соны ойлап жүрдім. Өйткені ол былай айтқанда практика жағынан да ыңғайлы. Шашың ақ па, қарама, боядың ба, боямадың ба, парикмахерге бардың ба, бармадың ба, оның еш нәрсесі білінбейді да орамал астында. Бірақ маған осындай пікір жаза берген сайын мен ойлаймын да, жоқ, мен орамалсыз жүрім керек көпшілік алдында. Үйде көп кезде мен тағамын, әсіресе тамақ дайындағанда, ет асқанда, бірақ көпшілік алдында орамал тақпай жүремін. Өйткені ол біздің қыздарымызға қысым. Біз қазір көне берсек, ары қарай қыздарымызға да қысым болады.